Салтаниязова, 7-ші сынып оқушысымын. Жау туындағы бала Қасым Қайсенов. Қасым Қайсенов Ұлы Отан соғысының батыры, Қазақстан халық қаһарманы, Ғалым Фадеев атындағы сыйлықтың лауреаты, жазушы, партизан, публицист. Қасым Қайсеновтың шығармашылық мұрасына арналады. Қасым Қайсенов қазақ әдебиеті мен журналистиканың өркендеп дамып, қанат жаюына үлкен үлес қосқан талғамы биік суреткер, көркемсөз туындыларын өзінің келбетімен танылған бірегей қаламгер. Бұл кітабында партизан жазушы Ұлы Отан соғысы кезінде жау тылындағы партизандардың басқыншыға қарсы жазған зор ерліктерін және өзінің ойда өткен балалық шағын үлкен тебіреніспен суреттеп жазған. Жалпы соғыс жылдарында Украина даласында 10 жасар қазақ баласын партизандар қатарында болған қилы өмір соқпағы суреттеледі. Ол майор Мергенбаевтың ұлы атасының қолында ауылда оқып, жазғы демалысында қаладағы әке-шешесіне келеді. Көп ұзамай соғыс басталады. 10 жасар Серіктің жомарт жетектеп жаңа эшелонмен елге қайтпақ болады. Жолда жау бомбалатып эшелон